Ассаламу алейкум, урматтуу серджилер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін мартның 27-сі чаршанбе күні. Ишгал етілген Қырымда күтлеви тінтувлер вақтында Русия федераль телекөзлік қызметі 20 Қырым татарына яқалады. Олардан учу Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тешкелятында иштирак етуде қабатлана. Қанунсыз тінтувлер өткерілігі себебінден Қырым Мұхтар Жемхуриеті милли полисінің баш идаресі жинайет дава ачты. Қырым Мұхтар Жемхуриеті прокурор муавины Игорь Панычевныйның айтқанына көре, қанунсыз тінтувлер қанун құройжыларынан асла алақалы дегіл. Олардың мақсады ярым аданын ишгалине қаршы олған халқының қорқытуы. Тәфсилатлыжа левхамызда. Русия телекөзлік қызмет хадимлері Қырым татарларының евлеріне адетінже саба ерте басып кірді. Утром без 10:06. Саба ондақадан 6 еді, бізді ұқлайдық. Оғлым қапынық қақты, бұрысы фенерчектен еріқлата деді. Тинтуф әрекетлеріні ишгалчилер Ахмезжит Қарасу базар ве Курман районларында яшаған ең азы 25 Қырым татарының евінде кечірді. Русия гвардиясы федераль телекөзлік қызметі ОМОН соғақларыны қапатып ве ерлі сакинлеріні евлеріне ебермей. Тинтуфлер кечірілген ерлерде ярымаданын чешет көшерлерін деніп келген Қырым татарлар топлашты. Қанун құрыжылар оларны дағытмаға тырыша ве ершейні камераға яза. Проезду транспортных средств и свободному проходу граждан. Ич бір кімсе кетмей Русия гвардиясы әрекет етіп башлай. Қалын таяқлар қоланыла. Келіп шыққан адвокатларны есе телекөзлік хадимлері ебермей. Меня не пустили сейчас. Мені ичері ебермеділер, анда балалар, қартлар, өзі Тофик Абдулгазиев болуна. Қырдаққа турамында ебермейлер. Тофиктің оғлы яшаған эвденсеслер қычырмалар іштілейді. Неге сіз бізге бұны атасыз, оқычырайды. Ташламаныз бұ бізімдегіл. Мартның 27-сінде кечілген тинтуфлер ярымадананы ишғалі башланғанынан бүгінге қадар әрқутлеви олды. Ичтимаи ағларда Қырымдаки басқылар 1944 сенесіне теңіштіріле. О заман Совет акимиеті бір геже ішінде бұтын Қырым татар халқыны сүргін еткен еді. 1944 сенесі Қырымдан Қырым татарларының сүргін ешітілмесінден евел НКВД қадимлері башта бұ халқының шейхлеріні, имамларыны ведегерден ұсталарыны өлдірген еді. Бұл несе тарих кене такрарлана. Шейхлер, имамлар, дин ұсталары ве джемат фәллері апсханеге ташлана. Шымдыки вақытта енді 20 Қырым татар яқыланды. Базылары Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тешкілятында иштирак етуінде шубелі сайылғанлары. Базылары исесемеддешлеріне қол тұтмақ үшін келгенлері Ахмезжетінің Боғырча қасабасында 5 бойлы Қырым татар яқыланды. Таққа тәдберлері девам етмекте мен адвокат оларақ біле ебермеділер. Ахмезжетінің Мамақ қасабасында полис хадимлері адамлардан дағылмаға талап етелер. Ясақ етілген митингте иштирак етув үшін мемори давалар ачыла жағыннен қорқуталар. Адамлар есе бір ерге кетмей бойсунмаған сакинлерінен федераль телекөзлік хадимлері субетлер кечірмекте. Бір евге кіріп сұрғылар кечірелер. Қырымда ярымада илхақ етілген сон бірден Русия кеметі террорчыларыны қыдырмаға башлады. Бүгінде енді 32 адам Хизбут Тахрир давасымы бүслері олды. Ольга Волонец, Имран Усейнов, UA TV. Авропа бірлігі ич бір вақыт Қырымның қанунсыз ишгаліні танымайжақ. Авропа бірлігі Русиядан эпосы Украин сиесимі бүслерінің азат етілмесіні талап еті. Боқта Авропа парламентінің топлашывында қомшылық сиесеті меселелері Авропа бірлігі комиссары Йоханнес Хан білдірді. О қайдетті ке Қырымның қанунсыз ишгалі бұтын бөлге телекөзлігі үшін хафлы. Азақ санкциялары есе Керич боғазындаки Русияның тежавузына Авропа бірлігінің жавабы. Йоханнес Хан Авропа бірлігі Украинаға ярдым етмеге девам етежігіні ве Қырымға дайыры мұнасебеті денішмейжігіні таздықлады. Faced with Russia's violations of international law, Ukraine is not alone. Русия инсан ақларыны бозмақта Украина ялныз дегіл. Сонки еллар девамында Украинаға бір чоқ ятырымлар яптық. Башқа бір мемлекетке япқан ятырымларны. Украина се бұл бізім дестегіміз олғанны біле.
Біз халқыра укук принциплер тарафдарлары оламыз. Девлет сынырны күчтен денештіріле білеміз. Ве біз Украина халқы иле береберміз. Оның тарафындамыз. Киевде Кырымлы укук коройчыларынын экелерінден ибарет олған Кырым альбомы адлы китап тақдим етілді. Китап Змина инсан аклары меркезі тарафындан азырланған. Муэлиф Ирина Выртуосы Кырым ишгалінің башындан ярымада сәкенлерінің акларының қорувынен оғырашқан инсанлар ақында 20-ден зияде икее топлады. Китап қараманлары да тақдим етуфтет баранды бұлынды. Бұлар адлиеджелер, адвокатлар, журналистлер, милли меджлис азалары. Чимало з героїв Азолмаған қараманлар bu интервьюге разы олғанлар. Біз ақу құруджылар дегілміз. Біз садыже өзешімізні япамыз ве өзеші ақында тариф етмек үшін вақтыны тапмаға керек еді. Башқа тарафтан біздлерге жесур олы 5 ел ішінде нелер яшағанларына тариф етмеге керек еді. Эта книга дает возможность. Бу китап бір тарафтан япылған адамларының талилini көстере, башқа тарафындан есе бу меселенен оғрашқан инсанлар үшін келечекте ибрет ола біле. Бuyuk Британия үкіметі Брекситнің ләғуе төліва қында истиданамені рет етті. Кеченде бұ истиданамеге қарарнен 6 миллион Бuyuk Британия сакені қол тұтты. Үкіметнің ресми жевабы бойле. Бірлешкен қаралылығының Авропа бірлігі тәркібінден чықув әснасы тоқтатылмайжақ. Үкіметнің фикрінже Брекситтен рет етме демократияға тесір весакенлерінің ишанчыны йоқ етежек. Чүнке 2016 сенесі референдум вақтында Авропа бірлігі тәркібіні тәрк етмек қарарға 17 миллион сакен қол тұтқан еді. Айны бұл себептен Лондра Брекситнің әмелге кешірілі иле бағылы әрекетлеріні девам етежек. Йеменде бір хастахане ракета атышыне тұтылды. Бұның нәтижесінде 7 адам әлі қолды. Олардың арасында 4 бала, 8 кіші яраланды. Эки беллесіз ғайып олды. Бұл Associated Press агентлігі білдіре. Ярлы сатқа көре саба саат 9-да Йеменнің шымал ғарби тарафында ярлешкен көй хастаханесіне ракета барып ұрды. Там о вақыт хастаханеде адамлар бар еді. Алазырда бомбалама үшін месулиетлі кем олғаны белі дегіл. Йеменде ши лақы ве президент акиметі арасында чаттышма 2014 сенесінден девам етмекте. 2015 сенесі март айында женке президент тарафдары олған Сауд Арабистаны қошылды. Шымдеки заманда Йемен бір гуманитар фәлекет телекөсіндедір. Мексикада патлав Чималуакан шеранде пиротехника базары патлады. Боқта Мехико елетінің граждан мудафа қызметі хабереті. Шер узеранде қара тютюн көтеріле пиротехника патлаганы ешітіле. Қар ерінде құртарыжылар чалыша әтраф сарып алынды, әлі қолған ве яраланғанлар ақында ресми мәлімат жоқ. Шымдылік патлавның себеплері белі дегіл. Мечбүри қонув Американың Орландо лиманында аджеле Boeing 737 Max учағы қондырылды. Себеп учақ көчіріжесі бозық еді. Учақ әркені учывдан сон бірден бозықлық олғанына дүйді. Учақ Флоридадан Калифорнияға нақыл етіледі, анда о вақтынша сақлы тұрмақ керек еді. Учақта елжылар жоқ еді. Индонезия ве Бешістандаки әкі учақ қазасындан сон бұ тұрның учақлары бірлешкен дәвлетлерді вақтынша ясақ етілді. Үрметлі сәрджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз еді, дачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз өзіңізге мұқа айтылыңыз, сағылықнен қалыңыз көрішкенде.